Сәлем достар, сіздермен Санмастер. Бүгін мен өзімнің видеомда қалай 3D әріп салуға болатынын көрсетемін. Менің ең бірінші әріпім ол А әріпі болады. Қазір оны қалай салу жолдарын көрсетейін. Ең бірінші міне бұлай сызық сызамыз, бір тал. Міне. Сосын 4 жол тастаймыз. 1, 2, 3, 4. Сосын міне 4 жол тастадық. Сосын мына жерден тағы да бір сызық сызамыз. Міне. Сосын екеуін қосамыз. Міне қостық. Сосын мына жақтан 6 рет төмен түсеміз. 3. Міне, енді екінші жағынан да дәл солай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына жерден тағы да бір сызық сызамыз. Бұлай. Сосын аяғынан да тағы да сызамыз. Сосын бұны да қосамыз. Сосын бір сызық төмен түсеміз. Мына аяғынан да. Сосын екеуін қосамыз. Міне бұлай қосып шығамыз. Соңында сосын тағы да бұлай төмен 3 сызық түсеміз. Сосын аяқтан да тағы 3 төмен сызық. Сосын бұны да қосамыз. Мына аяқты қосамыз. Сосын мына екеуін қосамыз. Так, міне бұлай. Міне бітті. Енді бізге тек қана мынандай сызық жасау ғана қалды. Міне бір сызық. Әр жағы міне осылай видео қалай көрсеттім, осылай сызықты қойып шығыңыздар. Міне біреу. Әр жаққа міне осылай. Міне неяққа да. Сосын ерден бір кішкентай сызық болды. Енді осының барлығын қосамыз. Неяқтан тағы былай сызық жасаймыз. Неяқты қосамыз. Сосын былай қосамыз. Енді неяқтан төмен и оңға 3 сызық. 1, 2, 3. Міне болды достар. Біздің 3D әрпіміз дайын болды. Тек оны бояу ғана қалды. Достар, міне бояп біттік. Міне мен видеода қалай боядым. Міне наяғын. Өшелерді бояп шығасыз міне. Достар, осыған видеом бітті, аяқталды. Егерде мынау салған 3D әрпім ұнаса, каналға жазылып лайк басып